Жетісу облысының Қаратал ауданында кейінгі 3 жылда 36 жаңа ғимарат салынды. Сонымен қатар мәдениет үйі, мектеп, емдеу мекемесі сынды нысандардың 30 шақтысы күрделі жөндеуден өткізілді. Мемлекеттік мекемелердің жаңартылуымен ауылдардың да ажары айшықтала түсті. Қаратал аудандағы көз тартатын көрікті ауылдардың бірі Кәлпе. Кейінгі 3 жылда ел мекенде бірнеше мемлекеттік мекеме салынды. Соның бірі мәдениет үйі. Ғимарат бүгінде жергілікті тұрғындардың жиі бас қосатын, әрі көпшілік шараларды өткізетін руханият ордасына айналған. Бір мәдениет үйіміз жоқ болғанда не істейміз дегендей ой болып еді. Қазіргі таңда осы мәдениет үйіне жиналып, бәріміз осы неше түрлі шараларды өткізіп жатырмыз. Балаларға салт дәстүрді үйретіп жатырмыз. Қазіргі кезеңге тек қана біз ғана емес, осы жас өспірімдерді де осыған баулып жатырмыз. Жастар келіп, мына мектептен және де ауыл тұрғындарының жаңағы өлең айтатындары келіп, осы жерге өлең айтып жатыр. Мектептен жаңағы би ансамблі шығып жатыр. Мәдениет үйінің жанына спорт кешені мен үстел теннис орталығы тұрғызылды. Қазір ауыл балалары әртүрлі үйірмелерге қатысып, салауатты өмір салтын ұстанып жүр. 200-ге жуық оқушы оқитын білім ошағы да бастан аяқ жаңартылып, жұмысы жанданды. Күрделі жөндеу жұмыс жүргізгенге дейін мектепке дейінгі шағын орталық бұл қысқа мерзімді болған. 3,5 сағатта мектепке жаңағы оқушы тәрбиеленуші келеді, 3,5 сағаттан қайтады. Қазір 9 сағаттық мектепке дейінгі шағын орталық 2 топта жұмыс жасап отыр. 25 баладан 50 бала толық қамтылған. Әр кабинетте интерактивті тақталар бар, жабдықталған жаңа кабинеттер бар. Ол кабинеттерде балаларға түрлі мүмкіндіктер беріледі, пәнді жақсы меңгеру үшін. Мысалы, нақтылыға айтатын болса, мен мысалы білетін ол робототехника кабинеті, яғни балалар әртүрлі жаңағыдай информатикадан өздерінің білімдерін жетілдіреді. Түске дейін сабақта балаларымыз, түстен кейін мектептің ішінде бізде балалар шығармашылық орталығы бар. Сол жерде де түрлі үйірмелерге қатысады. Ал аудан орталығы Үштөбе қаласында гуманитарлық колледж ашылған. Заманауи құралдармен жабдықталған мекемеде 200 студент білім алып жатыр. Келесі жылы оқу ордасының алғашқы түлектері еңбек нарығына жолдама алып, үлкен өмірге қадам басады. Қазіргі таңда осы Үштөбе гуманитарлық колледжінде педагогикалық мамандық оқытылып жатыр. Бастауышқа білім беру, мектепке дейінгі және оқыту, орыс тілі мен әдебиеті және информатика мамандығы бойынша 4 мамандық бойынша оқытып жатырмыз. Алдағы мақсатта ағылшын пәнін ашсақ па деп отырмыз. Оған енді кішкене ұстаздарды қамту керекпіз, мамандықтардың мұғалімдерін қамтып алу керекпіз. Сондықтан бірінші алдағы қойып отырған мақсатымыз осы ағылшын тілін ашу. Ал оқу орнының жанынан 5000 адамға арналған дәрігерлік амбулатория тұрғызылды. Сонымен қатар былтыр аудандағы орталық аурухананың күрделі жөндеу жұмыстары аяқталды. Денсаулық сақтауды жаңғырту ұлттық жобасы арқылы бірнеше ауылда медициналық қызмет сапасы жақсартылды. Өте жақсы болып жатырмыз. Өте өзіміздің ауылдан жаңа осындай ашылып, бәрі жаңа, барлығы бар. Өзім жиі келем, кішкене денсаулығым со давление, кішкене бронхыма соқ деген. Бұрын жаңатылап орталығына барып едік. Енді қазір мына жерге жаңадан ашылып, сонда өте қуаныштымыз, ризамыз. Жүгіріп осы жақын жерде тұрам, өзім тез келіп қаралып, қыздарға рахмет айтам. Бізде соңғы 3 жылда аудан бойынша жалпы 12 медициналық нысан құрылыстары жүргізілді. Оның ішінде 50%-ға жуық нысан жаңартылды. Бұл жерде блокты модульдік медициналық ғимараттар салынды. Одан бөлек осы мына 6 нысан ұлттық жобаға сәйкес салынып отыр. Ауданы емдеу мекемесі, мәдениет үйі, спорт кешендерімен қатар еріктілерден жасақталған өрт сөндіру бөлімі де ашылды. Енді ең шалғай елді мекендегі шақыртудың өзіне құтқарушылар жылдам жететін болады. Жаңағы нысан дергенде жақсы жасалған нысан. Оған біз рахметімізді айтамыз. Мына кейінгі кезде үлкен өзгерістер болып жатыр. Ауылымызда үкімет тарапынан үлкен көмек көрсетіліп жатыр. Өрт сөндіру бекеті бүкіл қажетті құрал жабдықтармен, арнайы өрт сөндіру техникасымен жабдықталған, 7 тонналық сыйымдылығы сиятын автокөлік, арнайы автокөлік, бүкіл қажетті өрт сөндіру жеңдерімен және басқа да құрал жабдықтармен жабдықталған. Сонымен қатар
су сору мотопомпалары, дала орман өрттерін сөндіруге арналған су шашқыштар бар. 3 жылда ауданда колледж, жатақхана, мектеп сынды 4 ғимарат салынды. Сонымен қатар 10 емдеу мекемесі тұрғызылды. Тағы осынша спорт кешен ашылып, 8 мәдениет ошағы мен өзге де мекемелер ел игілігіне берілді. Төменде орналасқан көпірлік, бәйшегір ауылдық округтерінде мәдениет үйлері, спорт кешендері, медпункттар, көше жарықтары, жолдары бәрі кезең-кезеңмен уақытта шалғай жасалса да біз оны көңіл бөліп жасап жатырмыз. Одан бөлек Үштөбе қаласында да кейбір көшелерде бізде соңғы 90 жылдан бері қарай су болмаған көшелер бар. Оның бәріне былтырдан бастап жобалау сметалық құжаттамаларын жасап, ағым жөндеуге кіргізіп, оны жасап жатырмыз кезең-кезеңмен. 33 километр болған, соң биылғы таңға 33 километрдің шамамен 14 километрін іске қосып жатырмыз. Бәйшегірде 180 шақырымға өмір жол жасалмаған, ол жолда былтыр іске қосылды. Әлеуметтік нысандармен бірге ауданда тұрғын үй мәселесі де рет-ретмен шешіліп келеді. 2022 жылдан бері 130 отбасы баспаналы болды. Қоныс тойын тойлағандардың бірі Үштөбелік Ақжамал Теміржанова. 4 баланың анасы бұрын көршілес ауылда туыстарының үйінде тұрып келген. Мать одиночка ретінде алған бұл үйді. Үйді алғаннан кейін осында қазір тұрып жатырмыз. Жылы үй, жақсы район, таза район, талдар егіліп, әдемі болып қазір көркейіп жатыр. Биылғы жоспарымыз 150 үй беру, оның 100 пәтері көп қабатты үйлерден, 50 пәтері жеке тұрғын үйлер. Барлық 150 үйдің бәрі Үштөбе қаласынан салынатын болады. Инфрақұрылымды дамыту шаралары да халықтың тұрмысын жақсартуға оң ықпал еткен. Биыл 5 ауылға көгілдір отын жеткізілді. Сөйтіп газдандыруға жататын елді мекендердің тең жартысы өркениет игілігіне қосылды. Қаратал ауданында 3 жылда 11 ауылға табиғи газ тартылды. Жоспар бойынша 2028 жылға дейін 35 елді мекеннің 27-сіне көгілдір отын жеткізіледі. Нәтижесінде жергілікті тұрғындардың 93% өркениет игілігін пайдалану мүмкіндігіне ие болады. Қаратал ауданы өңірде күріш егетін жалғыз аймақ. Биыл диқандар 951 гектарға дән сеуіп 3000 тоннаға жуық өнім алды. Шаруалар үйреншікті дақылмен қатар су үнемдеу технологиясын қолданып, қант қызылшасын да өсіріп жатыр. Арықпен келген суда әртүрлі бактерия болуы мүмкін. Қант қызылшасы оған төзімсіз, ал жер астынан шыққан суда ондай ауру болмайды. Тамшылатып суарған соң дақыл біркелкі өсіп жақсы жетіледі. Мысалы, мына алқапты бір айға кешектік, соған қарамастан жақсы нәтиже көрсетті. Талдықорғаннан Балқаш көліне дейінгі аралықта алып жатқан Қаратал ауданының жері шөлейтті. Сондықтан жергілікті халықтың дені мал шаруашылығымен айналысады. Қолда бар 4 түлікпен қатар аймақта 1700 бас ірі қара бағылатын сүт фермасы да жұмыс істеп тұр. Жылына біз енді 6700 тонна мөлшерінде өткіземіз. Бірақ та енді жоспарымыз бар, оны да ұлғайту керек. Сол себептен жаңадан дайынны цех саламыз. Соны тағы да малдарға жаңадан бір бас саламыз. Жұмыс орнында көбейеді бізде. Осы жерде істеген азаматтардың да, қызметкерлердің де жалақысы да көбейеді. 2025 жылы ауданға 68 миллиард теңге инвестиция тартылды. 18 жоба жүзеге асып, 300 жаңа жұмыс орны ашылды. 37 кәсіпкерлік нысанына мемлекеттен 700 миллион теңге қаржылай қолдау көрсетілді. Ал биыл Қаратал ауданында құны 30 миллиард теңге болатын 6 ірі инвестициялық жобаны жүзеге асыру көзделіп отыр. Жоспар орындалған жағдайда ауыл шаруашылық кешендері бой көтеріп, өнім өңдеу саласы өркендейді. Бұл өз кезегінде аймақ экономикасын дамытуға ықпал етпек. Шыңғыс Қалиден, Қуаныш Түргенбаев, Жеңіс Әбдірешев, 24 KZ, Жетісу облысынан.